өзі сұрайды, сахабалар сұрайды, ой Алланың елшісі көркем мінез деп айта бер. Не ол көркем мінез деген кезде айтпай ма? Көркем мінез деген деді, бармағанға баруың деді. Үзгенді жалғап тастауың деді. Үзіп тастаймыз ғой кейде. Вообще араласпаймын бұдан кейін онымен дейді. Ол болмайды ол. Бұл көрмегенім өмір бақи сен болсын дейді. Көр сен оны барып иншалла. Кімде кім үзсе дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, Алла одан рахымын үзіп тастайды дейді. Досыңнан, бауырыңнан, ағайыныңнан, көршіңнен барды келдені үздің бе, Алланың рахымы сізден үзіліп қалады, құрметті жамағат. Міне көркем мінез деген осы, үзгенге жалғауың деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бермегенге беруің деді. Ал керек па? Ең қиыны осы. Ол берген жоқ. Неге мен берем? Бересің, өйткені пайғамбар берген солай. Мұсылмансың ба? Жүрегіңді тазалап жүрген пайғамбардың сүннетімен, пайғамбардың сүннетімен жүресің ба? Онда бересің сен. Көрдіңіз ба? Және не деді? Зұлымдық жасағанды кешіруің деді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Міне 3 сипат көркем мінездіктің шыңын көрсетеді.